Қаныштың екінші әйелі Тайсия орыс ұлтынан. Ол бастапқыда жезқазғанда тұрғысы келмепті. Қысы қатты, жағатын отын жоқ, пойызда қатынамайды. Тайсия мұндай қиындыққа шыдамай жылайды екен. Сонда Қаныш: Тайсия, бұл аймақта тіршілік әләқ мидай қайнап жатады. Сонда көресің, мен сені пойыздың жұмсақ купесіне мінгізіп қыдыртамын. Осы жерді қимайтын боласың, дейді екен. Сөйтіп жүргенде жалғыз ұлына суық тиіп қайтыс болады. Қарсақбайда бір дөкейдің үйінде ғана көмір болыпты. Өсіп бара жатқасын Тайсия Қанышты көмір ұрлауға жұмсапты сол үйге. Өзі де сыртынан бақылап тұрыпты. Ешкімнің ала жібін аттап көрмеген Қаныш далада жатқан көмірден бір шелегін салып алуға қолы бармайды. Состиып тұрғанын үй иесі байқап қалып, Қанышқа көмірді өзі салып берген екен.